Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Айгерім. Өте оңай дайындалатын бискрем печеньесін рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен печеньенің шоколадын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай шоколадный паста керек. Нутелланы қолдансаңыздар болады. 2 ас қасықтай шоколадный пастаны осындай мешокқа салып алыңыздар. Және де выпекайдың насадкасымен пергамент қағазына шоколадтарымызды осылай жағып шығамыз. Шоколадтар қатқанша морозильникке салып қоямыз. Енді печеньенің тестасын дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасына тұрған жұп-жұмсақ сары май керек. Үстіне сахарный пудра саламыз. Бір жұмыртқаны салып араластырып, үстіне разрыхитель және де ванилин қосамыз. Осы үшеуін араластырып, сұйық массамызға қойып, тестамызды елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды 20 граммнан бөліп алдын ала дайындап аламыз. Морозильниктегі шоколадты алдық. Қамырымызды осылай қолмен жайып, ортасына шоколадтарды салып, бетін жауып, домалақтап шығамыз. Видеода көрінбей қалған, но осылай мен айтқандай жасап көріңіздер. Енді печеньелердің беттерін осылай әсемдейсіздер. 170 градуста 20 минуттай печеньемізді пісіріп аламыз. Мінекей печеньеміз пісіп шықты. Өте дәмді, әрі тез дайындалды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ұнайды деген сенімдемін. Видео рецепті соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және де каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.